любой бизнестің шарықтау шегі болады. Бір потолокқа келіп тақалады, ары қарай бизнес өспейді, табысы да өспейді. Ол деген сөз ары қарай уже бизнес жайлап төмен түсе береді. Сол бизнесменнің бірінші мақсаты ана табысты сол күйінде ұстап қалу болады. Либо екінші бизнес ашу, чтобы ана баланста ұстап отыру да, анау жүрмей қалса ақша мына жерден түсіп отырады деген. Екінші бизнес ашқан кезде болды, ол құлады. Шын мәнісінде бұл бизнестің шарықтау шегіне келген жоқ, бұл бизнесменнің шарықтау шегіне келіп тақалды. Сен ол кезде либо білім алып ары қарай жалғастыру керексің, либо басқа инструменттерді қолдану керексің. Бірақ жинаған ақшаңды басқа бизнеске салма. Өзің түсініп, сол ақша тауып жатқан бизнесіңе сал. Алтын шыққан жерді белден қаз дейді ғой қазақта. Мұны сол инструментті қолдану керек. Әйтпесе көп бизнесмендер маған келетіні, мұны 20 миллион жинап қойған анау бір криптовалюта немесе мынандай бір бизнеске қызығып жүрмін деп ше. Ол сен қызығып жүрген бизнестің өзінде сондай неше түрлі қасқырлар отыр да. Сондықтан да сен өзің бизнесіңде қасқыр болдың ба, ары қарай акула бол, ары қарай үлкен піл бол, дами бер. Ал анау нарыққа кірдің, ол қасқырлар сен кіргізбейді ол жерге. Иә, бірінші кездері жақсы бет жүреді. Бірақ ары қарай сен уже конкурентный неге қыспаққа шыдай алмай қаласың. Сондықтан да артық ақшаң бар болса, өзің жасап жүрген бизнесіңе салған абзалырақ, және біліміңді дамыт, біліктілігіңді арттыр, чтобы өсіп кету үшін.